Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары, біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 4 тоқсанға арналған бірінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, негізгі ойын анықтаңыз. Берілген жолдарда автор сол кезеңнің қандай мәселелерін көтереді? Сызбаны толтырып, жазғаныңызға сүйеніп баяндаңыз. Осы сызба бойынша жазамыз. Балашамын деп бәлеге қалған мәтінін өздеріңіз түсінікті болу үшін оқып аласыздар. Енді біз тапсырмамызды бастайық. Мәтіннің негізгі ойы: бұрынғы соғыс заманының нақты көрінісін көрсету, сол замандағы адамдардың еркіндігі мен бостандығы болмағанына жеткізу. Көтерілген мәселе: мәтінде адамдардың совет жеңе ме, әлде неміс жеңе ме деген сұрақтарда өз ойларын айта алмауы көрсетіледі. Сол замандардағы адамдардың өз ойын ашық айта алмай, ой мен сөз еркіндігі болмағаны анық көрінеді. Көтерілген екінші мәселе: сол замандағы қазақтың бір-бірін ұстап бергенін көреміз. Көтерілген үшінші мәселе: Әбдібектің балашамын деп жазықсыздан жазықсыз жау тыңшысы деп айып тағылып сотталып кетуі. Мәтінде өзінің ойын ашық айтып, бір сөз айтқаны үшін өмірінің астан-кестеңі шыққанын көруге болады. Автордың ойы: автор мәтін арқылы сол замандағы адамдардың қиыншылығын көрсетеді. Автор мәтінде бұрында қазіргідей еркіндік болмағанын бейнелейді. Қазіргі еліміздің тәуелсіздігін бағалау керектігін бізге түсіндіргісі келеді деп ойлаймын. Менің ойым, мәтін еліміздің өз тәуелсіздігін алмай тұрып қандай болғанын сипаттайды. Сол кезеңнің шындығы мен қиыншылықтарын мәтін арқылы бізге жеткізеді. Бұл мәтін бізді елімізді одан әрі жақсы көруге итермелейді деп ойлаймын. Осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.